Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен бірге Кореяда тұратын мен Құлпынай. Бүгін сіздерге өткен бейнежазбада уәде еткенімдей Кореяның Жорьон дәстүрін айтатын боламын. Яғни маған Кореядағы ең қатты ұнайтын дәстүрлердің бірі. Бұл Жорьон дәстүрін айтатын кезде Құлпынайдың өміріне оқиғаларынан алынған және Жорьонда түскен суреттердің барлығын салып қоямын. Яғни сурет арқылы сіздер Кореяның Жорьонын көре аласыздар. Егер де сіздер аяқтарыңыз ауыр болса, немесе сіздердің таныстарыңыздың аяғы ауыр болатын болса, балалы болған болсаңыздар, онда бұл бейнежазба аз да болса көмегін тигізсе екен деймін әрине. Өйткені себебі бүгін сіздерге Кореяның Жорьон дәстүрімен таныстыратын боламын. Жалпы Жорьон дегеніміз не? Жорьон дегеніміз қазақ тілімен айтқанда санаторий, курорт, сондайды Жорьон деп атайды. Яғни әйел адам босанғаннан кейін 3 күн ауруханада жатып, ауруханадан шыға салып үйге емес, Жорьонға барады. Яғни аурухананың жанында ғимарат бар, арнайы босанған әйелдер күтінетін демалыс орнын Жорьон деп атайды. Сол жерге барсаңыз, сіздің жағдайыңызды жасап қойған. Сіз ол жерде как принцесса жүресіз былайша айтқанда. Маған ең қатты ұнайтыны да сол жер. Әрине қазақта сөз бар ғой, тойдың боларынан боларысы артық деген. Болды, дәл сондай. Жорьонға босана салып кіріп барып 2 апта демалып қайту деген сөз айту оңай шығар, бірақ осы Жорьонды біз 6 ай бұрын, яғни мен аяғым ауыр кезде 6 ай бұрын бастап іздей бастадық. Қалай іздейсің? Үйге жақын районнан іздейміз бірінші, ауруханаға жақын болу керек, үйге жақын болу керек, бағасы қалтамызға сай болу қажет, сервисі, немесе бала күтушілердің тәжірибесі, барлығы бір-біріне сай келген жағдайда ғана әрине төлем жасаймыз. Оны білесіздер, қалтадан ақша шығу оңай емес. Осылай Құлпынайда босанды деп өткенде айтқаным, босанғаннан кейін 3 күннен кейін бізді үйге шығарды, бірақ біз үйге емес, бірден Жорьонға бардық. Яғни далаға мүлде шықпайсыз, бірден Жорьонға барасыз. Жорьонға барған кезде 99% корей мамашалар болды, ішінде 2 ғана шетел азаматы болды. Біреуі менің алдымда келген бір қай жердің адамы еді, есінде болса Канаданың қызы ғой деймін. Канаданың қызы болды, біреуі мен, қалғанның барлығы кәрістер болды. Яғни кәрістер болды деп айтып жатқан себебім, бұл жақта кәрістің қыздары егер босанатын болса, барлық жағдай мен 100% деп айта аламын. Әрине, бірақ мен басқа жандар білмеймін, бірақ менің жанымдағы кәріс қыздардың мен Жорьонға бармадым деген қыздарды естіген емеспін. Бұл жақта Жорьон деген как міндетті деп есептелінеді. Яғни босанғаннан кейін мен жолдасымнан осындай күтінуді алуға міндеттімін. Жолдасым мені Жорьонға жіберуге міндетті деген сияқты міндеттілік болып табылады. Себебі бала босану оңай емес, оны сіздер де барлықтарыңыз білесіздер, бала босану қаншалықты қиын екенін. Үйге барған кезде ата-енеңізден бөлек тұрсаңыз, төркініңізден бөлек тұрсаңыз, онда үйге келгенде бала қарау оңай болмағандықтан бірден күтініп, ісінгеніңізді басып, босанғаннан кейінгі күйзелістен арылып, содан кейін ғана үйге қайтамыз деген бұл жақтың өздерінің сондай ойлары, дәстүрлері бар екен. Әрине, жаңа мен айтып кеткендей, маған қатты ұнаған дәстүрлердің бірі де осы. Жорьонға барғаннан кейін бұл Жорьонда қандай сервистер бар? Ең бірінші сервисі әрине 5 мезгіл тамақ. 5 мезгіл тамақ екенде 5 мезгіл бәрін тамақ бере бермейді. 3 мезгіл тамақ береді, 2 мезгіл перекус береді. Тамақтарының барлығы өте дәмді, жанға қажеттің барлығы бар. Кіріңіздің барлығын түгел бересі, өздері жуып береді, комнатаңызды жиып береді, комнатаңызға сіздің жейтін қажет заттарыңыздың барлығын әкеліп береді. Кнопканы бассаңыз болды, кеп не қажет деп сұрап, алдыңыздан жүгіріп жүреді 2 апта бойы. Әрине 1 апта, 2 апта, 3 апта, 1 ай сіздің қалтаңыздың көтергеніне байланысты бара аласыз. Бірақ мен 2 аптаға бардым. Сол 2 апта бойында өзіңізді былайша айтқанда әлемдегі ең бақытты ана санай алатын кез. Сондай кез деп ойлаймын, себебі балаңызға да қарап береді. Кіргеннен кейін мен бір ана бір бөлмелі бөлмеде жатады. Яғни сіз жолдасыңызбен бірге қонсаңыз да болады, немесе өзіңіз қонсаңыз да болады, оны өзіңіз білесіз. Одан бөлек балаларыңызды прям орталықта Жорьонға кірген кезде орталықта үлкен стеклянный бөлме тұрады, сол жерде балалар жатады, нәрестелер.
ашық, барлығы қалаған уақытыңызда келіп көре аласыз, түннің бір уақытында да көре аласыз. Ішінде бала күтушілер жұмыс істейді. Үлкен тәжірибесі көп бала күтушілер жұмыс істейді. Яғни қалаған уақытында мен баламды көргім келген кезде келіп қарай аламын. Бөлмеңде демаласың, демалғаннан бөлек йога уақыты бар. Яғни спортпен, йогамен айналысасыз. Былайша айтқанда босанғаннан кейінгі күтіну йогаларын жасайсыз. Одан кейін маған қатты ұнағаны қандай деп айтайын, парилкасы ұнады. Ағаштан жасалған парилкада прям былай мына жеріңізге шейін кіріп отырасыз. Бізде Қазақстанда бар ма жоқ па білмеймін, Қазақстаннан кеткелі біраз болып қалды. Айта алмаймын, Қазақстанда бар жоғын айта алмаймын, бірақ прям мына жеріңізге шейін жауып тастап, құрғақ парилка. Киіміңізден кіріп отырасыз да рахаттанып бір күшті болып терлеп шығасыз. Одан бөлек аяғыңызды ғана ыстық суға салатын парилкасы тағы бар. Маған солары қатты ұнады. Одан кейін массаж. Ұмыта алмайтын релакс деп айтсам болатын шығар. Босанғаннан кейін бүкіл денеміз ауырады, бүкіл денеміз ісініп тұр. Сол кезде массажы вот маған қатты ұнаған сол. Күніне бір рет массажға шақырады, одан бөлек күніне бір рет тағы да көкірек массажына шақырады. Қатты ұнады. Йога демекші, йоганы сіз босанғаннан кейін ғана жасамайсыз. Жорионға бұрын жасаған сәттен бастап, 24 аптадан бастап, босанып жорионнан шыққанша сіз күніне бір рет йога жасай аласыз. Бірінші кезде босанбай тұрып аптасына 2 рет келетін мен, босанғаннан кейін күніне бір рет жорионның ішіне мұғалім келіп үйрететін. Одан бөлек звондап шақырады, балаңызды емізетін уақыт болды, алып жатасыз ба жоқ, бөлек жатасыз ба деп, көбінесе барлығы бөлек жатады. Алып жатпайды ешкім. Одан кейін ол жерде тағы не үйретеді? Баланы шомылдыруды үйретеді, тырнағын алуды, дұрыс емізуді, барлығын сол жердегі дәрігерлер үйретеді түгел. Дәрігерлер келіп, ананы да қарайды, баланы да қарайды, денсаулықтарын түгелдеп дұрыстап қарайды. Одан бөлек жаныңызға қажеттінің барлығын алып кеп қояды. Мамашалармен жорионда отырған кезде біз не істейміз? Баламызды тапсырып қоямыз да, бәріміз ортада отырып телевизор көріп отырамыз да, әңгіме айтамыз. Ол кезде кофе, шай дегендер, кофе көп ішуге болмайды деп шай ішеміз көбінесе. Шай ішеміз, жолдастарымыз сырттан бір дәмді тағам или бір нәрсе келсе бәріміз бөліп жейміз. Яғни ер балалар армиядағы досым деп айтып жатса, бұл жақта Кореядағы қыздар мамашалар жориондағы достарымыз деп айтады. Себебі мен әлі сол жориондағы достарымызбен әлі күнге дейін араласамыз. Неге? Себебі бір районның әйелдеріміз бірге садик, баламыз бірге садикке баратын мамалар да бар әлі күнге дейін. Общий чатымыз бар. Дәл сол ұзаққа араласады. Неге? Себебі кәрістер көп босана бермейді, көп балалы бола бермейді. Бір бала ары кетсе, 2 бала, сол үшін таныс мамашаларды көп емес. Жорионда кездестірген мамашаларым ұзаққа дейін дос болып бірге баланы қалай, қандай кітап алдың, қандай памперс алдың деген сияқты барлығын бірге бөлісіп отырамыз, ссылкамен басқамен деген сияқты. Солай жорион қатты ұнады. Әрине жорионнан шығар кезде бізге не береді? Сыйлықпен шығарады. Біріншісі комплект, балаңызды полный комплектпен шығарады. Одан бөлек сөмкеңізді береді. Одан бөлек памперстерін, смесін, бутылкасын толық бір сыйлықпен үйге шығарады. Үйге қайтқым келіп, жалыққан кезім бір аптадан кейін болған, күнде одно и то же деген сияқты. Бірақ қазір ол нәрсеме әрине өкінемін. Егер де мен екіншімді босанатын болсам, 1 айға жіберші деп айтар едім. Өйткені жорионда демалу ол мүлде басқа нәрсе екен. Бәрі дайын. Үйге барғанда бәрін мен істеймін, ал бұл жақта бәрі дайын. Сонысы қатты ұнаған әрине. Мен бұл дәл осы Кореяның жорион дәстүрін біздің Қазақстанда да болса екен деп ойлаймын. Өйткені біздің Қазақстандағы қыздарымыз көп балалы аналар көп қой. Солар хотя бы бір баласында болса да бар болса, ерекше күтіп, ерекше күтінуді бастарынан кешетін болса, онда жолдасының әйеліне деген құрметі, әйелінің баланы босанған кезде қиыншылықпен босанатын барлығын түсінер деп ойлаймын. Және де Кореяда босанған әйел миокук деген сорпаны ішеді. Бұл қанды көп жоғалтқаннан кейін қанды восстанавливать етеді, яғни қайтып орнына келтіретін сорпа болып табылады. Босанған күннен сәттен бастап үйге келіп 1 айға дейін сол миокукты ішесіз, одан кейін 1 жыл миокукқа қарамай жүресіз. Яғни миокук дегеніміз морской капустадан, сиыр етінен жасалынған, күнжітный майдан жасалынған сорпа, өте дәмді сорпа. Біздің қазақтардың барлығына ұнаған сорпа. Мен танитын қазақтардың солай ішеді. Дәл осы жорион дәстүрі Қазақстанға да барса екен деп ойлаймын. Оның ішіндегі массажы, парилкасы, жаңағы балаларға қарап беретіні, толығымен күтім жасап беретіні, үйрететіні, миокугу деген сияқты солардың барлығы біздің Қазақстанға барса екен. Солар болатын болса, аналар босанғаннан кейінгі күйзеліске қатты ұшырамайды деп ойлаймын. Және де
дем алып аласыз, күйзеліске ұшырамайсыз, ісініп тұрған денеңізді массаж арқылы сәлде болсын ісінігін түсіре аласыз. Жалпы маған қатты ұнады. Сіздерде де егер мүмкіндік болса, сондай нәрсені бір рет көрсеңіздер екен деймін. Әрине үйде күтінгенде басқа бір жақсы нәрсе, үйде егер де ата енеңіз, мама папаңыз келіп қарап жатса күшті, егер ондай мүмкіндік болмай жатса, бір өзіңіз күтіне алмай жатсаңыз, бұл да жақсы мүмкіндіктердің бірі деп ойлаймын. Түсінемін, қазір жағдай, бүкіл әлем бойынша жағдай өте қиын. Бұл қиыншылықты да жеңіп шығамыз бір күні барлығымыз. Сол үшін уайымдамаңыздар дегім келеді. Әрбір қиындықтың артында үлкен жақсылық күтіп тұрғанын ұмытпайық. Бейнежазбаны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Барлықтарыңызды жақсы көремін.